Барлығыңа сәлем достар. Қарасаунд ТВ-ға қош келдіңіздер. Жер жүзіндегі қаншама халықтың өзіндік қилы тарихы баршылық. Ағылшын жазушысы Самуэль Батлердің мынадай сөзі бар: Құдай өткенді өзгерте алмайды, бірақ тарихшы өзгертуі мүмкін. Егемендік алмай тұрып, қазақтың тың тарихын қазақ ішінде бірегейі болмаса, қалған тарихты жазған өзге ұлт тарихшылары болатын. Осыдан өзіңіз сараптай беріңіз, қандай тарихтан сусындап тәлім алғаныңызды. Әлбетте, бір елге бодан бола тұра сенің жазған әр тарихи көзқарасың қатаң бақылауда болмақ. Қалам ұштап, параққа сия тегізе қалсаң, оның өзі қатаң цензурадан өтеді. Қазақты отарлау саясаты 16 ғасырдан яки Ресей императоры Петр бірдің таққа келуімен тікелей байланысты. Іргедегі қазақ ордасын шетінен бастап жаулап алуымыз керек. Олай болмаған күннің өзінде орыс ұлықтары әмірі жеткен жеріне дейін салық салып, қазақтарды бағынышты етуге талпынсын деген жарлықпен басталып, 1986 жылы Горбачевтың үкімімен қазақтың басына орыс Колбинді 2 жыл билетіп қойғанымен үзілді деп айтуға қазіргі таңда тіл бармай отыр. Енді бұл жерде қазақтың Ресей патшалығымен отарланған тарихын айтып, тер төкпей-ақ, мына іргедегі коммунистік жүйенің санаға, ұрпақтан ұрпаққа сіңіп, еттен сүйекке өтіп кеткені қабырғаны қайыстырып барады. Оқимын деген адамға қазақия қалай отарланды, авторы Бекен Қайратұлы, немесе қазақ қалай орыстандырылды, авторы Мекемтас Мырзахметұлының тың кітаптары әр кітап дүкенінде кеңінен сатылады. Бұның бәрін неге айтып отыр десеңіздер, тәуелсіз Қазақстан болғанымен әлі күнге дейін сана тәуелсізденбегені көрініп тұр. Орыс болмаса жоңғар басып алып қырар еді, орыс болмаса неміс басқыншысының қолынан жойылып кетер едік, тағы басқа осы секілді сандырақ кісінің қанын қарайтатыны хақ. Бауырлар, тәуелді деген сөздің өзі көп дүниеге арқау етеді емес пе? Бұл сыпайы айтар болсақ, құлдық деген ұғым. Коммунистер һәм кеңестік билік өз күшіне мініп алған сәттен бастап, қазақтың бетпестар тұлғаларын атып, ұлтшыл жазушыларының бәрін жойып, өз халқына жау етіп көрсетті. Енді 1960 жылдан бастап кеңес үкіметі өте саяси құйтырқы іске көшті. Бұл жалпы халықты масайтып, тегін араққа тойдыру мақсаты болатын. Міне, ол дәуірді де бастан өткердік. Ішкен адамға ұлт құндылығы, тарих қойнауы, жер һәм тіл мәселесі, дін немесе ділге бас ауыртпайтыны мәлім. Кеңес үкіметінің осы бұралқы саясаты өз қарқынынан асып төгіліп жеміс берді. Қазақ халқы әке мен бала, аға мен іні қарама-қарсы отырып арақ ішіп, жаға жұлысатын жағдайға жетті. Бұның бәрі дәлел сұрамайтын кешегі көзбен көріп, бастан өткерген тарихымыз. Міне осының бәрі кеңес үкіметінің қазаққа жасалған зомбылығының 1% ғана. Сонда ойлай беріңіз, 99%-ның ішінде қанша қан ағылып, қаншама тағдыр бұзылып, қаншама салт дәстүрімізден махрұм болдық. Осыдан кейін кеңес заманын қалай ұлықтап, келесі ұрпаққа дәріптеп жүргенімізге таңғалам. Кейбір үлкен кісілер әлі күнге дейін дес берер емес. Тегін ішкен газ суын айтып, арзан дүниелерді, тәртіпті оқу, анау-мынау. Бірақ бұның бәрі ата-бабадан қалған жерімізден айырылып, 25 мың зиялы қауым атылып, аштықта 4 миллионға жуық қазақтың қырылғанын, 100 мыңнан астамы жер аударылып, зынданға қамалғанын, 125 мың қазақ екінші дүниежүзілік соғыста қырылғанын, Семей полигонынан 500 мың адамның зардап шеккенін, 1986 жылы жастай кеткен боздақтардың тағдырын бек ақтап ала алмайды. Кеңес заманының идеологиясының кесірінен әлі күнге дейін саналы түрде тіліміз ақсаңдап тұр деу жұқа айтылған. Мен қазақпын деп көкірек ұрғандардың өзі күнделікті сөзінде орыс тілін қоспаса аяқ баса алмайтынға жеткен. Міне, бұл судай мөлдір ақиқат. Осыдан кейін тілге қандай қиянат жасалғанын түсіне беріңіз. Жалпы ұзын сөздің қысқасы, кеңес заманын мақтауды, дәріптеуді белден кесе қоюымыз керек. Ескеріңіз, кеңес заманын ұлықтау келесі ұрпаққа жасалған үлкен қиянат. Кеңес заманын ұлықтау өсіп келе жатқан ұрпаққа құл болудың тіпті жаман емес екенін, сыпайы түрде жеткізу екенін ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қарасаунд ТВ арнасы келесі бөлімде кездескенше.